2019 жылы облысымызда пилоттық режимде бастау алған ауыл аманаты жобасы бүгінде өзінің тиімділігін көрсетіп, президент тапсырмасымен республика көлемінде жалғасуда. Жоба аясында биыл өңірімізде 24 миллиард теңге қаржы бөлініп, 33 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды. Мойынқұм ауданы бірлік ауылының тұрғыны Айдар Маштайып бұрыннан мал шаруашылығымен айналысатын. Алайда қаражаттың аздығынан 4 түлікті көбейте алмай келген. Енді оған мемлекет көмектесіп, ауыл аманаты жобасы арқылы 8,5 миллион теңге жеңілдетілген несие алды. Шаруа ол ақшаға 21 бас сиыр алып, бүгінде сүт және ет бағытында жұмыс істеп келеді. Енді өзіміздің тірлігіміз мал байлаймыз, кәсібіміз малмен, мал жанды өсіреміз. Соны бордақылап, халыққа таратамыз, соны семіртіп, халықтың ісіне, игілігіне жаратып жатырық. Жағдай осы жаман емес. Ауылға осы халыққа субсидия беріліп, тегі былай айтқанда жақсы халыққа көмек болып жатыр. Дәл осы жобаның игілігін көріп отырған тағы бір азамат Жандос Жекенов. Ол Биназар ауылында тұрады. Шаруа мүйізді ірі қара мен қой өсіреді. Биыл ауылдары пилоттық жобаға ілініп, мемлекеттен 7 миллион теңге несие алды. Ол ақшаға мал басы санын арттырып, шаруашылық жұмысын ширата түскен. Осы қойды өсіріп, өндіріп, осы өзімізден кейінгі жастарға үлгі болсын деп, осы мына өкіметтен несие алып, қолымыздан келгенше көмектесіп. Жаман емес, Аллаға шүкір. Жалпы Мойынқұм ауданы бойынша 2023 жылы 8 ауыл аманаты жобасына кірген. Бұл тұрғындар үшін өте тиімді болып отыр. Сонымен қатар бірнеше кооперативтерде өз жұмысын бастады. Аталған ауылдарға бір жыл ішінде 600 бас мал сатып алыныпты. Енді ауыл аманаты жобасынан қазіргі таңда 500-600-ге бас жуық мал басы кірді. Мал басы кіріп, бізде қазір әр осы ауыл аманаты жобасының екінші бағыты бойынша жұмыс атқарып отыр. Өздеріңіз көргендей, әр ауылдық округте үй іргесіндегі екінші бағыт бойынша жұмыс атқарып отыр. Өздерінің өз дәрежесінде. Біреу шағын үй іргесіндегі жаңағы мал басын көбейту, малды бордақылау, оны ұстау, басқа да сондай ауыл шаруашылық жағынан да жаңағы шаруа қожалықтарда өз бағытында да жылқы, қой, сиыр өз бағытында көтеріп жатыр. Ел игілігіне айналған ауыл аманаты жобасы облысымызда биыл да кең көлемде жалғасын табады. Ардақ Сапибулла, Айбол Қараш, Айқын ақпарат, Мойынқұм ауданынан.